Amazon, Netflix, Twitter, Boeing, Uber. Енді бұл компаниялар қазақстандық нарықта қолжетімді. Бұл жусан инвестициялар. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Енді сіздер ең ірі және белсенді дамып келе жатқан америкалық компаниялардың акциялары мен қазақстандық қор биржасында сауда жасай аласыздар. Бұл нені білдіреді? Қысқаша айтқанда, көптеген инвесторлар үшін бұл комиссиялардың төмендеуін білдіруі мүмкін. Өздеріңіз білетіндей, бізде халықаралық нарықтарда мәміле үшін комиссия $8,5. Ал қазақстандық нарықта бар болғаны 0,3%. Қазақстандық нарықта бұл қағаздардың өтімділігі төмен болуы мүмкін. Яғни болашақта оларды сату қиынға соғуы мүмкін. Алайда бұл биржадағы шығындарды оңтайландырудың тамаша мүмкіндігі және ұзақ мерзімді инвесторлар үшін жақсы нұсқа болмақ. Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде жаңа сектор Кассе Global пайда болды. Ол сектор шетелдік бағалы қағаздарды сатуға арналған. Кассе Global секторын құрудың мақсаты биржадағы сауда үшін қолжетімді қаржы құралдарының спектрін кеңейту. Бұл сектордағы сауда-саттық 2021 жылдың 15 қарашасынан бастап ашылды. Бастапқы кезеңде Кассе Global'да америкалық алаңдарда листингтен өткен және Кассе тізіміне енгізілген шетелдік акциялар қолжетімді болды. Кассе Global секторында сауда-саттық Т+2 шартымен 11:20-дан 22:00-ге дейін өткізілетін болады. Бағалы қағаздардың баға белгілеу валютасы ақш доллары. Жаңа 25 акцияның толық тізімін видеоның сипаттамасында қалдырамыз. Олар танымал америкалық компаниялар деп айтуға болады. Олар бойынша біздің команда қысқаша талдау дайындаған еді. Біз тізімдегі 9 компанияға болжам жасадық. Macy's, Nvidia, ConocoPhillips, Amazon, Advanced Micro Devices, Fortinet, Salesforce, Netflix. Macy's акциялары қазір бұқа трендінде және жергілікті максимумға жақын саудаланып жатыр. $32,5 деңгейін бұзғаннан кейін олар $41 бағытталуы мүмкін. Яғни өсу әлеуеті 27%. Nvidia акциялары бұқа трендінде және олар абсолютті максимумға жақын саудаланып жатыр. $320 қарсылық деңгейін бұзғаннан кейін олар $370 бағытталуы мүмкін. Өсу әлеуеті 22,5%. Netflix акциялары бұқа трендінде және олар да абсолютті максимумға жақын саудаланып жатыр. $690 қарсылық деңгейін бұзғаннан кейін олар $765 бағытталуы мүмкін. Өсу әлеуеті 11,3%. Бүгінге осы достар, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын арқа шолу жасап, түрлі инвестициялар ұсынамыз. Көріскенше.